былайша айтқанда бір шешім бүгін ғана ойландым өзімше, соны шешім таптым да, что осы пландарымыздың барлығын типа орындалмай жатыр, значит Каспиймен істемей жатырмын ба, 2 миллионға жете алмай қаламын деген нәрсе жоқ та, просто так біз нені ұмытпауымыз керек, 4 нәрсені ұмытпауымыз керек та ше. Денсаулық, тоқтамай іс-әрекет, жақсы ниет мысалға, одан кейін бар білім, или болсам позитивный мышление, осы төртеу болатын болса, біздің жәндегі целіміз, үлкен болып тұрған целіміздің барлығы не болады, өзінен өзі по порядку келіп орындала береді. Но оны ашып қарай берудің қажеті жоқ, орындалып жатыр ма, орындалып жатқан жоқ па. Осы нәрсені төртеуді үзбей жасау керек болды. Күнде осы төртеумен жүру керек па? Күнде осы төртеуін күнделік жасап отырсаң, сен бір жылдың ішінде жәндегі планға жетесің. Ол қалай екен белгісіз, ол таргетпен ба, ол бизнесте ма, және бизнес деген ясына ғой ол. Бизнес деген ясына. Но және қандай бағытта да, кәсіби болсын, сату бірдеңе товар, бір нәрсе бизнесті студия ашу да, белгісіз да. Но ол жасай беру керек әрекет. Өзі Құдай әкеп, міне мынау сенікінен, осы арқылы сен табасың 2 миллион деген сияқты қылып, жайлап еңбегінің нәтижесін беріп қояды өзі. Сол короче.